Кішкене қалды. Қазір. Кішкене шыда. Кішкене. Кел. Жамал. Қонш. Айтқанды намайсың. Мен саған айттым, ауруханаға барайын. Қан тоқтамай жатыр, қарасыншы. Немене бәйсің, өзің жаныңа өзің қастығың бар ма? Ауруханаға барамыз. Звондайын ба? Телефон? Скорый ма? Асқар? Кәз. Алло, Асқар ма екен? Мага, ауруханадан ерте шыққан сияқтысың. Жарақатын жазылмаған ғой әлі? Нормально бәрі. Менің ауруханада олай жата беретін уақытым жоқ. Бітіретін тірліктер көп. Көп тірліктің біреуі бітті қазір. Алда не план? Короче, психушкаға бару керек. Ана Рауан деген психтың қолын алып, жағдайымызды пайдайық. Ол шынымен де псих па, жоқ өтірік істеп жүрме, соны білу керек. Расында шатыр тайып кеткен болса, онда спрос жоқ. Ал егер де өтірік тупить етіп, өтірік псих болып жүргенін білсем, онда спрос жесткий болады. Білесің ғой теманы? Мага, осы оқиғадан кейін алдағы күніміз қалай болады екен? Ойлап қарасам, адам өлтіру оңай емес қой. Ал сен көп ойлана берме. Денсаулыққа зиян. Алдағы күніміздің қалай болатынын ешкім білмейді. Так что көп ойлана берме. Бүгін күніңмен өмір сүр. Бүгін түнде ұйықтап, ертесіне ояндың ба? Значит, бәрі нормально. Оқу өмірлік маңызы бар орындарға тимеген. Денесіндегі оқты алып тастап жарасын таңып қойдым. Әзірге өміріне қауіпті ештеңе жоқ. Біраз уақыттан соң есін жинайды. Есін жинаған соң қатты қиналып ауырып жатса, өз беттеріңізше ешқандай амал жасамаңыздар. Дереу маған хабарласыңыздар, түсінікті ме? Әрине түсінікті. Жақсы. Жақсы. Рахмет. Жақсы аман болыңдар. Сау болыңыз. Санжар Қасымбекұлы, сіз жұмысқа келдіңіз бе? Иә, жеке шаруаларым бар еді. Сен үйге ма? Иә. Жарайды, бара бер. Сау болыңыз. Айтқандай, ана қашып кеткен пациент Омар Рауан жөнінде хабар бар ма? Өкінішке орай жоқ, іздестіріліп жатыр. Жақсы. Рауан. Қайда кетуі мүмкін, а? Жоқ, әлде осылай қашып құтылып кетем деп ойлайсың ба? Жоқ. Ол мүмкін емес.
Қуаныш аға! Рауан? Қалайсың, Рауантай? Жақсы өзіңіз. Жақсы. Қуаныш аға, Ау, қайыққа мінейікші? қайық дейсің ба? Иә. Кет, жүр, ар жақта бар екен. Қуаныш аға, сіздің маған көмегіңіз керек болып тұр. Иә, Рауантай, айта бер. Не көмегің керек? Мұғалім бізге әділеттік деген сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер деген сұрақ қойды. Соған жауабын таппай жатырмын. Білсеңіз айтыңызшы маған. Әділеттік дейсің бе? Егер қысқаша айтатын болсам, саған адамдардың жасаған жақсылығы да, жамандығы да, барлығын бумеранг секілді қайтаратын болсаң, сол нағыз әділдік. Түсіндің ба? Жоқ, түсінбедім. Қиын ғой жаман. Түсінбесең, осы айтқан сөздердің барлығын жаттап ал. Сосын барып мұғаліміне айтасың. Ал мағынасын ең үлкен болғанда өзің түсінесің. Жарайды, үйге барған соң қайталап айтасыз ғой, сол дәптерімді жазып алсам. Жарайды. Содан соң географияда Европаның елдерінің астанасын жаттап келіңдер деп еді мұғалім. Соған да миым жетпей жатыр. Көмектесе аласыз ба? Айт көр, көрейік. Францияның астанасы. Францияның, Париж. Сәкен маған Лондон деді ғой. Сәкен деген кім ол? Жоғары класста оқитын бала. Демек саған өтірік алдаған болмаса шынымен білмеген шығар? Англияның астанасы. Англияның, ол Лондон. Сәкен маған Париж деді ғой. Лондон ғой. Өтірікші десем, маған өтірік айтып. Айтпесе ол мектептегі ең үздік балдарым бір ғой. Рауантай, сен оған өтірік алдады деп ренжіме. Оданша, соны білмеген өзіне ренжі. Жарай ма? Қуаныш аға, сіз маған өскен кезде де көмектесесіз ба? Әрине көмектесем. Бірақ, Рауантай, есіне болсын. Ешқашан біреуден көмек күтпе. Өз проблемаңды өзің шешіп үйрен. Егер сен сырттан көмек күтетін болсаң, өз мәселеңді өзің шеше алмайтын ес қуыс кеудеге айналасың. Түсіндің ба? Иә. Жүр кеттік. Сонымен, әннен кейін өгіздей болып өссе де көмектесесің ба? Мага, саған не керек? Анау өнің керек. Көрейік онда, қалай көмектесетініңді. Солай. Рауан, сен нағыз әртіс екенсің ғой, осынша уақыт жынды адамның кейпінде жүру деген, білмеймін мен. Бірақ қанша жерден актер болсаң да, мына болып жатқан оқиғаның барлығына сенің кесіріңнен болып жатқанын біліп отырған шығарсың. Сен үшін отқа түскен ағаң енді міне бүгін оққа ұшты. Көрер жарығы бар екен,
Құдай сақтап аман қалды. Бұның барлығының соңы қалай болады екен, а? Самат аға, мен өзімнің жасаған қателіктерімнің барлығын білем, мойындаймын. Қуаныш ағам менің кесірімнен қандай қиындықтарға ұшырағандарын бәрін біліп жүрмін. Мен сол өзімнің жасаған қателіктерін жуып шаю үшін ауылдан әдейіге қашып келдім. Керек десеңіз, Қуаныш ағаны кімдер атқандарына дейін білем. Ендігі ісім солармен болады. Мен өзімнің жасағанымды өзім мойныммен көтерем. Көп сөйлемей тыныш отырайын. Қолым істегенді мойныммен көтерем дегенді қолдаймын әрине. Бірақ ана Қуаныш есін жиып өз-өзіне келгенше ештеңе істемей тыныш отыр. Онсыз да тұтанып тұрған отқа желдіріліп май қоймай отырған. Біреуді іздедіңіздер ме? Иә, Ассалаумағалейкум. бір жақын досымызды көріп кетейін деп едік. Аха. Таптыңыздар ма енді? Жоқ, ол бұл жерде көрінбейді. Онда қателескен шығарсыздар. Жоқ, братан. Біздің досымыз осында болу тиіс. Кім еді достарыңыз? Аты жөні кім? Есімі Рауан, бірақ фамилиясын білмейді екен. Рауан. Ондай есімді науқас болған жоқ? Қалай болған жоқ? Солай? Сіз қателесіп тұрған жоқсыз ба? Мен осы клиниканың бас дәрігері болам. Бұл жерде қанша науқас бар, олардың аты жөндері кім, мен бәрін білем. Ал жаңағы Рауан ондай есімді науқас болған емес. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, сау болыңыздар. Мына бір нәрсені жасырып тұрған сияқты. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Иә, аға. Не мазалап жүр, айта беріңіз. Соңғы кездері түнімен ұйықтамайды әдет пайда болды. Жайсыз түстер көрем. Әскерде жүрген кезде қанды қақтығысқа қатысқан болатын. Сол кезде қасымда жүрген қаза тапқан сарбаздардың бейнесі түсіме кіріп маза бермейді.
Соғыста білесің. Сен өлтірмесең, сен өлтіреді дегендей, менің қолымнан да қаза тапқандар бар. Солар кеп түнде алқымнан алып атқандай болады да. Түсінікті. Мұндай жағдайдың қайталанып жүргеніне қанша уақыт болды? Соңғы бір айда әр күнде болып тұрады. Түсінікті. Айтқандай, жаңа қарулы қақтығыс дедіңіз. Ол қай жерде болған? Оны Тәжік-ауған шекарасындағы қақтығыс. Білетін бе едің ондайды? Тәжік-ауған шекарасы дейсіз бе? Иә, естуім бар. Ол жерде менің ағам да болған. Ағам дейсің бе? Иә? Аты кім? Фазыл. Фазыл? Бакиров па? Дәл өзі. Фазыл Бакировтың інісі болам не? Әрине. Қалай оның жағдайы? Бірақ ол кісіде де сол соғыстың зардаптары бар. Сол қанды қақыста алған жарақатынан біраз денсаулығынан айырылып қалды. Қазір ол кісіге ашулануға да, уайымдауға да болмайды. Қатты ашуға берілсе, приступ беруі мүмкін. Ондай кездерде көзіне ештеңе көрінбей қалады. Қолына қару алып кез келген адамға қауіп төндіруі мүмкін. Жарайды, міне, аға, мына дәрілерді қабылдаңыз. Осы дәрілер көмектесуі мүмкін. Егер болмай жатса, басқа ем-дом шараларын жасап көреміз. Түсінікті. Айтпақшы, есімің кім болады? Танысып қояйық. Санжар. Махамбет. Қуаныштымын, аға. Рахмет, Санжар. Сау болыңыз, ауырмаңыз, аға. Құрметті көрермендер, жалпы кино сіздерге қалай ұнап жатыр ма? Егер ұнаса, міндетті түрде каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Бізге өте маңызды, себебі сіздердің әрбір тіркелгендеріңіз, лайк басқандарыңыз біз үшін мотивация.